Енді біз практикалық жұмысымызды жасап көрейік. Бізде үш түрлі түсті свет диодын жалынған 12, 11, 10-ға. Сол себепті void сетаптың ішіне біз соларды көрсетуіміз керекпіз pin mode арқылы. Яғни біздің жалынған свет диодтарымыз қай режимде жұмыс жасайтындығын көрсетуіміз керек. Яғни output режимде копировать ставить ете салайық. Бұлымыз 11-ші пин, үшінші свет диодымыз 10-ші пинға жалғанып тұр. Бұл жерде потенциометрді көрсетудің керегі жоқ, себебі аналогты пиніміз тек қана бірақ режимде жұмыс жасайды. Енді осы потенциометріміздің қандай мәнді келгенін көріп тұру үшін ең алдымен A0-ден біз мәнді оқып, белгілі бір переменныйға присвоить етеміз. Ол үшін int pod деген айнымалы создать етеміз. Аналог read командасы арқылы біздің пинімізді оқимыз, яғни потенциометрді мәнді оқып, оны pod деген переменныйға присвоить етеміз. Одан кейін осы мәнге қандай цифр, яғни мәніміз келіп тұрған көру үшін serial print арқылы монитор последовательный интерфейстен көрейік. Яғни потенциометрімізді бізде мынау астындағы мәндеріміз кедергі жасамау үшін полный удалить етейік. Не көреміз? Начать моделиріне бізде 1023 сағат тіліне қарама қарсы болса, біздің мәніміз 0-ге дейін түседі, яғни потенциометріміз жұмыс істеп тұр. Енді осы потенциометріміз белгілі бір мәннің аралығында әртүрлі түсті светодиодтарымызды жағамыз. Ең алдымен қызыл түсті светодиодын жағайық, потенциометрдің мәніміз 100 бен 300-дің аралығында. Ол үшін if-тің ішіне pod дейміз. Потенциометріміз 100-ден үлкен және, яғни и 300-ден кіші. 300-ден кіші болса, біздің светодиодтарымыз жанады. Яғни digital write арқылы светодиодтарымыз жағамыз. Яғни 12-ші пиніміз бізде не істейді? Жанады. Қалған светодиодтарымыз бізде өшірілуі болады. 0, 11, 10-ші пинімізді бізде не істейді? Өшеді. Ал егер бұл аралықта болмаса, else арқылы біз не істейміз? Барлық светодиодтарды өшіреміз, яғни 0 болады. Начать моделерінен басамыз. Бізде қазір мәніміз 0, 100 бен 300-дің аралығында болатын болса, яғни 100 бен 300-дің аралығында болатын болса, біздің бірінші светодиодымыз жанып тұр. Енді қалған светодиодтарға да программасын жазайық. Ол үшін біз else if деген конструкторды пайдаланамыз. Else if, яғни бірнеше условия беру арқылы жасауға болады. Оны бұлай қоя салайық. Енді келесі мәніміздің командалары. Ол кезде бірінші светодиодымыз, яғни қызыл светодиодымыз өшеді, сары светодиодымыз жанады. Олымыз бізде потенциометріміз 301-ден және 600-дің аралығында болсын. Начать моделеріне тексеріп көрейік. Бізде 300 бен 100-дің аралығында, егер ол 300-ден жоғары болатын болса, онда сары түсті светодиодымыз жанады. Ең соңғысы үшінші светодиодымыз тоже копировать ставить етейін. Енді келесі бізде 601 мен 900-дің арасында болсын. Яғни ол кезде бізде сары светодиодымыз өшіп, жасыл светодиодымыз жанады. Начать моделиріне монитор последовательный интерфейса егер 300-ден 600-ден жоғары болатын болса, бізде жасыл түсті светодиодымыз жанады. Яғни осы логикалық операторларды пайдалану арқылы белгілі бір мән аралығында үш түрлі түсті светодиодтарымызды жағып шықтық.